1942 жыл, Шығыс майданы. Неміс әскері түнгі аспанға үрейлене көз тіген. Жоқ, ауыр бомбалаушы ұшақтардан қорықпайды. Түн тыныштығы үрейлі. Аспанда кенет мотор өше қалса, бір секундтан соң тозақ басталатынын жақсы біледі. Немістер оларды нақтексын, түнгі мыстандар дейді. Ол полктың әр атып түсірілген ұшағына темір крес береді. Бірақ әлгі елес ұшақтардың тізгіні кімнің қолында? Аты аңызға айналған мыстандардың арасында Қазақстаннан тек бір қыз, Хиуаз Доспанова болды. Тозақ отынан өтіп, бәрінен айырылып, аяғын сындырып, бірақ вермахтың құтын қашырған түнгі Әзірейілге айналу үшін өзін аспанға қайта оралуға мәжбүрлеген даланың қыран қызы. Ол бала кезінде дәрігер болуды армандады, бірақ соғыс оты бұрқ еткенде аэроклубта тәжірибеден өткен Хиуаз ойланбастан майданға кетуге өтініш берді. Жолы да болды. Дәл сол сәтте әйгілі ұшқыш Марина Роскова әйелдер әуе полкын жасақтап жатқан еді. Бірақ олар қандай ұшаққа мініп соғысты? По-2 сырты матамен қапталған, фанерадан жасалған биплан, оқушы партасы кукурузник. Жылдамдығын естісең күлкің келеді. Сағатына 120 шақырым. Ашық кабинасының ішінде қыста ауа температурасы 30 градустан төмен түсіп кетеді. Өртегіш бір оқ түссе, ұшақ әуеде 3 минутта сіріңкедей лап етеді. Ұшақ бортына артық 20 келі бомбалып көтерілу үшін ұшқыш қыздарға парашют берілмеді. Қысқасы, кері қайтпайтын бағыт. Алайда қыздар ұшақтың бұл кемшілігін өздерінің ең сұмдық қаруына айналдыра білді. Хиуаз Доспанова штурман болды. Енді экипаждың өмірі оның дәл есептеуіне байланысты еді. Ұстанған тәсілі өте қауіп. Олар нысанға жер бауырлап, кейде жерден бар жоғы бірнеше 10 метр биіктікте ұшып барады. Жаудың орналасқан жеріне жеткенде моторын өшіреді. Ұшақ дыбыссыз қалықтауға көшеді. Тек керілген болат сымдар ғана желде уілдегенде бұл дыбыс немістерге сыпыртқының сыбдырында естілетін еді. Әлгі атау да осыдан пайда болған. Хиуаз бомбаны тура жаудың тас төбесіне тастап, содан ұшқыш ару лезде моторды қосып, аспанға атылған оттан жалтарған. Таңға дейін Хиуаз осылай 10-15 жорық жасаған екен. Ұйықтамай, бір сәтке дамылдамай, адам мүмкіндігінің де шегінен асып. 1943 жылдың 1 сәуірінде ажал оны аспанда қуып жетті. Жоқ, жаудың оғынан емес. Қара түнекте ұшақты отырғызуға ыңғайлана бергенде, Хиуаз тағы бір По-2-мен соқтығысады. Екі ұшақта жерге құлайды. Қасындағы серігі мен екінші ұшақтың экипажы қайтыс болады. Хиуаздың көрер жарығы бар екен. Екі аяғы сынады. Дәрігерлер бөлшектенген денесін қайта жинап алды десе де болады. Сонда жарамсыз деп танылды деген қатаң шешім де шығарылып, оған авиацияны бір жола ұмыт деп айтады. Басқа біреу болса, сонымен соғысы да бітер еді, бірақ даланың қыран қызы үшін емес. Жарты жылдан соң ол полкіне қайта оралды. Таяқсыз жүре алмайтын. Сүйектері де қисық бітіп, әр қимылы жанына батып ауыртатын еді. Соған қарамастан ұшуға рұқсат сұрап жалынды және рұқсат алады. Құрбылары Хиуазды По-2 кабинасына көтеріп отырғызатын еді. Кейде ұшақты басқару үшін аяғын тепкішке байлауға да тура келетін. Сынған аяғымен ол тағы 10 шақты рет жауынгерлік жорыққа шықты. Жалпы соғыс барысында Хиуаз Доспанова 300-ден артық жауынгерлік жорық жасаған екен. Үйіне батыр атағымен оралды. Хиуаз Доспанова өмірден 2008 жылы Қазақстанның халық қаһарманы атағын алып өтті. Батыр қыз нағыз қанат, фанера мен перкел бөліктері емес, туған жерге деген махаббат пен қажымас рух екенін дәлелдеді.